магний қалай біздің миымызға және нервный системамызға қалай әсер етеді? Магнийдің миымызға және нервный системамызға әсері ол тікелей тасымалдаушылық әсері ғой. Жаңағы керек минералдар, керек витаминдер тасымалдау, дұрыс сапалы перезагрузка. Қайтадан жаңа ұйқыға тіреп қалатын шығар, бірақ бұл миымыздың өшуі ғой. Андай тік деп awareness деп айтады да, бұны ағылшынша. Қауіптің алдын алып тұрады ғой, миша андай. Бір кісілер комнатаға кірген кезде оянып кетеді ғой. Қауіптің алдын алушы миды успокоить етіп, түнде өшіре алатын бір не ғой. Шындығында қиын, өйткені кейбір адамдар ұйықтаса да жаңағы өшпейді. Перезагрузка болмайды. Кешегі мәселемен тура кешегідей қайғыра алады. Мысалы таңертең менде жаңағы парковкадан шығып келе жатқанда бір кішігірім бір конфликт болып қалды да енді. И мен кетіп барадым 1-2 минуттан кейін спокойно переключаться етіп кеттік. Ұмытып кеттіңіз. Иә, қалды ғой, сол жерде қалды. Тем более конфликт емес, ол кісі олай нетпеген шығар деп кетіп қалдым, болды. Бұрынғы азамат бұны бір жарты күн жүру керек еді. Неге өзінше болады, бүйту керек еді, сөйту керек еді, сразу сол жерде сындырып тастау керек еді, анасы деп ойлап жүр.